Сәлем достар, өз телефоныңызда құралмен осындай керемет түрлі түсті жазуларды және бор эффектісін беретін жазуларды қалай жазуға болатынын сізге көрсетейін. Ол үшін әрине сіз өзіңіздің телефоныңызға кіріп, мына жерге басамыз. Pages деген жерге басамыз. Создать документ дегенді басайық. Начать писать дегенді басамыз. Сізге міне кейіңіз әппақ парақ шығады. Сіз плюсты басасыз. Рисунок деген таңдайсыз. Осы жерге окей дейсіз. Енді сізде панель инструменті шықты. Төменге қарасаңыз, түрлі карандаштардың түрлі мүмкіндіктері тұр. Мынандай сызуға болады. Бірақ қазір олар тренд емес. Трендтегі негізі бор эффектісі. Бор эффектісін бастық, яғни сол жақтан санағанда үшіншісіне бастық. Енді сіз көлемін таңдай аласыз. Яғни сіз мынандай көлемді немесе жіңішкесін де таңдай аласыз. Мен мына жалпағын таңдаймын. Жалпағын таңдадым. Енді сізде түрлі түсті палитраны таңдауға болады. Бірінші әріпке мысалы біз көк түсті таңдайық, аспан түсті. Мысалы жазамыз, достар жазайық, д. Әртүрлі түсті таңдайық, сары. Содан соң қызыл. Өздеріңіздің қалаған түстеріңізді таңдайсыз әрине. Мінекейіңіз, сіз жаздыңыз. Енді сол жақтан санағанда 6-шыны таңдайсыз. Бұны біз қиып алу. Яғни сіз оны бүйтіп ерекшелеп аласыз. Сосын скопировать деп басасыз. Көшіріп алдыңыз. Енді сториске барасыз. Яғни сіз осы сториске осылай қойып қоюыңызға болады жазғаныңызда. Немесе осылай қойылмай жатса, АА-ны басасыз. Сосын мына курсорды басып ставить десеңіз, жаңағы сіздің жазғаныңыз осылай қойылады. Енді біз мысалы тағы да сурет салайық, иә? Мысалы жүректің суретін салсақ, қызылды алайық. Мінекейіңіз. Сосын стрелка салып қоюыңызға болады. Осылай салдыңыз. Мына 6-шы нені, сол жақтан санағанда 6-шыны бастыңыз. Ерекшелеп алдыңыз. Копировать, ставить. Осылай немесе мына жер А басасыз да, ставить дейсіз. Мінекейіңіз көрдіңіз ба? Кез келген рисункты таңдауыңыз болады. Мысалы, ғана просто сызық болса былай. Мысалы, бір әріптердің астын ерекшелеуге болады. Сізге достар деп мына сызықталып былай. Нәжеге мен мынандай қылып қояйын. Осылай достар, өз стористеріңізді көңіл күйіңізге сәйкес ерекшелеуіңізге болады. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.